Астана қаласында Қазақстанымыздың жетекші оқу орындарының бірі Евразия ұлттық университеті. Евразия ұлттық университеті 1996 жылы 23 мамырда құрылған. Евразия ұлттық университеті рейтинг бойынша әлемнің 277-ші үздік университеттердің бірі болып саналады. Евразия ұлттық университетінің бас ғимаратына келдік. Кіре берген жерде біз алмайтын асу жоқ деген мотивационный сөз жазылып тұрады. Универдің қақ ортасында атриум орналасқан. Бұл атриумда студенттер келіп бос уақыттарын өткізеді. Жоғарыда Қазақстан Республикасының университет 12 түрлі мамандарды дайындайды және де білім беру жүйесі бойынша жоғарғы негізде бакалавриат, магистратура және PhD, докторантура бойынша білім береді. Мен заң факультетінде оқимын. Соның ішінде азаматтық құқық және де азаматтық процесс кафедрасында білім аламын. Осы заң факультетінде негізі грант өте аз, көбінесе ақылы бөлімге түсіп жатады. Сол себепті сіздерге ақылы бөлімнің бағасын айтып өтейін. Мен түскен жылы оқу ақысы 968 мың болған. Ал қазіргі таңда азаматтық процесс және азаматтық құқық кафедрасы 1,513 мың теңге. Біздің дәріс өтетін аудитория. Бұл дәріс кабинетінде үлкен профессорлар дәрістерін өткізеді және студенттер осы жерден өздеріне керек мағлұматтарды алып, өздерінің білімдерін кеңейтеді. Мынау біздің екінші дәріс аудиториясы. Бұл жерден де неше түрлі үлкен профессорлар, мұғалімдер, апайлар, ағайлар сабақ береді. Көріп тұрғандарыңызда Елтұтқа Жолдасбековтің идеясы бойынша салынған сурет. Бұл сурет өте мағыналы сурет. Жоғарғы жақта біздің суретімізде алтын адам бейнеленген, одан кейінгі бөлікте билеріміз бейнеленген, және астыңғы бөлікте Абылай хан мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың суреттері бейнеленген. Және де мынау біздің оң жағымызда батырларымыздың суреттері бейнеленген, ал мына жақта біздің зиялы ақын жазушыларымыздың суреті бейнеленген. 2001 жылы 18 мамырда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жыл толуына орай елбасымыз Назарбаевтың өзі келіп, лентасын қиып, күлтегін ескерткіші орнатылды.